Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта мен креатив жайлы сөз қозғайтын боламын. То есть мен өзім қолданатын ақпарат көздері қандай, солармен сіздермен бөлісетін боламын. Яғни креатив жасауға идеяны қайдан аламын деген көбімізде проблема болады. Именно таргетологтарда, SMM мамандарында, жалпы даже кәсібі бар адамдардың өзінде проблема сода. То есть реклама қалай қолданамын, не қолданамын, баннерді қалай жасаймын, видеоны қалай жасаймын, не істесем болады деген секілді сұрақтар өте көп келеді маған. Және де осы сабақта мен өзімнің курсымда не істейтін боламын. Осы курсымда айтамын деп шештім. Кеттік. Алдымен мынандай нәрсені түсініп алайық. «Кради как художник» деген кітап бар. «Кради как художник» деген жалпы термин бар, цитата бар. Бұл жерде менің айтқым келгені, жалпы басқа адамдардың да айтқысы келгені, бұл суретші сияқты ұрла. Қазақша аударған кезде суретші сияқты ұрла деген мағынаны береді. Яғни бұл жерде еш нәрсені ойлап табудың қажеті жоқ. Там какой-то бір шедевр бір нәрсені ойлап тауып, там өзімен ойлап таптым, ойбай одан оны патенттеп деген секілді. Ондай нәрсені, то есть именно бізде рекламада ондай нәрсенің қажеті жоқ. Барлығы атам заманнан бері, бұрынғы кезден бері, там Египет дәуірінде мысалы кімдердің там күн құдайы Ра, солардың мысалы Клеопатрадан бастап адамдар көшірген, копировать еткен. Тіпті қарапайым мысалға, например, нені алайық, мысалға, например, Apple компаниясын алайық. Олар да көшірген, басқа компаниялардан көшірген. Мысалға, нені алайық, Инстаграмды алайық та. Инстаграм өзінің функцияларын там стористі, тікелей эфирді, мысалы, тікелей эфирді Перископ дейтін приложениеден алды. Стористі Снапчаттан алды, например. Одан кейін қазір Reels деген несін бағдарламасын қосайын деп жатыр. Оны неден ұрлады? Әрине, то есть неден көшірді, TikToктан көшірді. Яғни дәл сол секілді үлкен компаниялардың өздері көшіріп жатқан кезде, сіз мына жақтан келіп, мысалы, Қазақстанның бір бұрышындасыз и аласыз да бір нәрсені ойлап тапқыңыз келеді, там новый рекламаның бір нәрсесін деген секілді. История қайталанады, то есть жалпы тарих қайталанады деген нәрсе де бар. Және де әрбір ситуация әртүрлі, мысалы, например, болып отырады, периодически болып отырады тарихта. Сол себепті жаңа нәрсені ойлап табудың қажеті жоқ. Осыны айтқым келген. Және де «Кради как художник» деген кітап бар. Сол кітапты алып оқыңыздар. Интернетте ашық доступта болуы керек. Өте аз, шағын кітап, және де тез оқылады, өте тез оқылады. Түсіндірілгенде, яғни кітаптың тілі де өте оңай. Тез меңгеріп шығасыздар, және де жалпы әлемдегі жаңадан бір успешный компаниялардың не үшін олар успешный екендігін, соның барлығын түсінетін боласыз. Кеттік. Яғни бұл жерде 100% барлығы ұрлаған, нақтырақ айтқанда көшірген, то есть қазір мен тағы бір термин айтамын. Яғни тіпті Леонардо да Винчидің өзі көшірген, то есть суретшілердің өзі көшірген. Сол себепті мына жақта сіздің, например, бір нәрсені көшіріп алып, оны өзгертіп өзіңіздің кәсібіңізге, мысалы, клиенттің несіне, кәсібіне өзгертіп қойсаңыз, әрине оны жасауға болады. Бірақ оның барлығын профессионал түрде жасау керек. Бірақ енді қараңыздар, мынандай «не кради как вор» деген нәрсе бар. Яғни суретші емес, сен ол жерде уже ұрысың. Толығымен, например, клиент, то есть басқа бір конкуренттің жазған полностью постын аласыз да, көшіріп аласыз да, сіз өзіңіздің инстаграмыңызға саласыз, например. Одан бөлек, например, бір кәдімгідей конкурент қолданған бір баннерді аласыз да, просто тек қана там өзіңіздің компанияның, то есть мысалы клиенттің компаниясының атын жазасың да, просто сол баннерді таргетке жібере саласың. Ондай нәрсе болмайды. Ол жалпы адамгершілікке жатпайды, және де оның, то есть таяқтың екі ұшы бар. Ол сізге там уақыт үнемдеуге көмектессе, көп қиналмай сразу таргет жіберуге көмектескеннің өзінде, кейін ол не нәрседен сіз опығын жейтін боласыз. Сол себепті ұрламаңыз, то есть именно ұры секілді жасамау керек, суретші сияқты жасау керек. Тіпті қарапайым, мысалы, Мона Лизаның өзін жаңағыдай көшіріп салған. Сол себепті не істемеңіздер, ұры болмаңыздар, суретші болыңыздар. Яғни қарапайым, просто так, мысалға бір рекламаны көрдіңіз, например, вообще бір басқа салада, сіздің, например, клиенттің саласы, мысалы, торт жасау деп айтайық, торт жасау курстары, одан кейін, мысалға, сіз бір рекламаны көріп қалдыңыз, онлайн, не бар, копирайтинг курсы, например. Копирайтинг курсында бір мықты бір креатив дайындаған, мықты видео дайындаған, дәл сол видеодағы, например, примерно форматты алып,
сіз өзіңіздің жаңағы клиент, мысалы, например, торт жасайды ғой, торт жасаудың саласына не істесеңіз болады. Под себя сол клиенттің несіне, кәсібіне ыңғайластырып, рекламный материал, креативті жасасаңыз болады. Яғни басқа бір салалардан, то есть сіздің салаға қатысы жоқ салалардан алып, просто тупо соны көшіруге болады. Мысалға, қазір қаңтар, сіздер білесіздер, и неде, Путиннің несін, дворец Путина деген видеоны мүмкін көрген шығарсыздар. Қазір 90 миллионнан астам, 96 миллион ба просмотр жинаған, короче. Вот сол видеода, мысалы, например, Путиннің суретін қойған, артында там әртүрлі күн секілді не бар, өзінің бір андай несі бар, сондай нәрседе жасаған. И бетінде нені тұр, Путиннің өзі тұр. Дәл сол, яғни бұл ситуативный маркетинг деген нәрсе. Осы ситуацияны, осы болып жатқан жағдайды маркетологтар қолданып, дәл сол салада просто, мысалы, например, неде, Инстаграм историясында дәл сол секілді, мысалы, Путин секілді артына өзінің жаңағы күн секілді нәрсені қойып, одан кейін өзінің суретін қойып, и өзінің офферін жазып, не істеп жатыр, өзінің кәсібіне клиенттерді шақырып жатыр. Бұл ситуативный маркетинг, и адамдарға бұл нәрсе өтеді. То есть ситуацияны қолданып қалу керек. Әртүрлі ситуациялар болады. Например, мысалға біздің президент, мысалы, то есть елбасының айтқан нәрсесі, там, екі сиыр болды ғой, например, екі сиырды сатып алып, кәсіп жаса деген секілді, например, оффер қолданып, например, там, екі сиырды алғанша сен мына жаққа там 120 мың теңге не істеп, ақша төлеп, біздің курсқа қатысып, айына там 300 мың теңге, 400 мың теңге табысқа шық деген секілді ситуативный маркетинг. Просто қарапайым ғана бір несін, формасын келтірдім. Дәл сол секілді ситуативный маркетинг қолдансаңыз өте жақсы болады. Әрине, оны дұрыс қолдану керек. Кеттік. Мен идеяны қайдан аламын? Жалпы өзімнің клиенттеріме, нелерге, өзімнің таргеттеріме, басқа да жаңағы адамдардың таргеттеріне, например, идеяны айтқан кезде, например, сол идеяларды қайдан аламын? Қазір сол ссылкалармен барлығымен бөлісетін боламын. Ең біріншіден, мен күнделікті әлеуметтік желілерде отырамын. Мынау менің күнделікті телефонмен қолданатын уақытым. Яғни телефонның өзін 13 сағат 19 минут бойы ұстайды екенмін. Примерно бұл орташа уақыт. Мен 11 сағат пен 14 сағаттың арасында күнделікті, яғни осылай не істеймін, телефонды қолданамын. Яғни күнімнің даже 50%-нан көп, қанша пайыз? Примерно 60% ба? Сондай уақытын телефонда өткіземін. Бірақ оның қандай пайдасы бар? Біріншіден, мен именно нені қараймын, мысалы, например, бұл жерде күнделікті әлеуметтік желілерде отырған кезде, мен Инстаграмда отырған кезде қарапайым историяны қараймын. Историядағы просто басқа адамдардың историясын емес, мен ана жерде, например, 2 историядан кейін үшіншісі уже реклама шығады, например, 3 историядан кейін төртіншісі реклама болып шығады. Вот соның барлығын мен просто қадағалап отырамын, қарап отырамын, кім қандай реклама қолданып жатыр, қандай сөздерді қолданып жатыр, соның барлығын қарап отырамын. Даже ол маған шыққан реклама менің, мысалы, например, кәсібіме, мен жасап жатқан жарнамаға қатысы болмаса да, мен солардың идея алып, сол идеяны өзімнің кәсібіме, жаңағы өзімнің клиенттерінің кәсібіне қолдана аламын. Яғни бұның өте үлкен плюстары бар, бірақ соған сәйкес оның да минусы бар. Оның қандай минусы бар? Ол жерде сіз просто там басқа адамдардың стористарын көріп, TikTok көріп, там басқа нәрсені көріп, не істеп кетпеуіңіз керек. Өзіңізді босатып алмауыңыз керек. Яғни қарапайым просто уақытты құр босқа өткізіп алмауыңыз керек. Ол жерде уже сила воли көмектеседі сізге. Менің айтар, егер де сізде прям конкретно несе өзіңізді ұстап, например, Инстаграмда басқа адамдардың сторисын көріп кетпей, там неге интересная кіріп вайн, бір әзілді қарап кетпеймін деген өзіңізге уәде бере алатын болсаңыз, әрине осы әдісті қолданыңыздар. Тағы қайдан аламын? Креативке арналған арнайы телеграм каналдар бар. Вот сол каналдарды үнемі қадағалап отырамын. Ол жерде өте мықты әртүрлі, то есть СНГ бойынша жүріп жатқан рекламалардың несін, форматтарын, рекламалардың барлығын салып отырады. Сторис форматта, лента форматта соның барлығын салып отырады. И мен солардан идея алып, соны өзімнің клиенттерімнің таргетінде қолданамын. Кеттік. Ең бірінші бұл Creative Hub, одан кейін SMM
ANG дейтін канал бар, ол жерде тоже именно не бойынша цепляющий реклама деген секілді әртүрлі нелер форматтағы рекламалар. Одан кейін келесі мына телеграм-канал, бұл жерде тоже СНГ-да топ телеграм-каналдардың бірі. Бұл жерде прям бүкіл не бойынша там Россия болсын, Украина, Беларусь, Қазақстан бүкіл жердегі болып жатқан рекламаларды, именно стоящий рекламалардың барлығын салады, қалай жүріп жатыр соның барлығын. И еще ол жерде оценка берген, то есть мына реклама жақсы ма жаман ба деген секілді. И ана жерден бірден көре аласыз қай рекламалар адамдарға өтті, и сол жердегі идеяны алып просто өзіңіздің клиенттің кәсібіне қолдана берсеңіз болады. Одан кейін идея for stories, бұл жерде идея для stories, бұл жерде тек қана қарапайым ғана не емес, историяда реклама жасау емес, одан бөлек плюс историяны жүргізу, прогресс жасау, историяға жалпы сторителлинг қолдану деген секілді тәсілдердің барлығын айтады, әртүрлі идеяларды көрсетеді, блогерлердің историясына разбор жасайды, осының барлығы сіздерге көмектеседі. И және де одан кейін ең мықты бір құрал бар, ол Фейсбуктың өзінің алаңы. Фейсбуктың өзінен рекламаны қалай көреміз? Міне, қарапайым осы ссылка бар, facebook.com ads library, яғни библиотекасы. Бұл жерде сіздер неге осы ссылкаға өтесіздер, өткен кезде осындай несі тұрады, поиск рекламы, чтобы начать поиск, выберите категорию. То есть әртүрлі категориялар бар, өзіңіздің салаңызға қатысы бар, қатысы жоқ саланың барлығын таңдап, немесе ключевой сөздермен, кілт сөздермен іздесеңіз болады, рекламалардың барлығын болады. Осы жерден уже Фейсбуктың өзінде жүріп жатқан рекламаларды көресіз. Мен осыны қолданамын, және де сіздерге де кеңес беремін. Енді қараңыздар, мықты креатив жасауға идея алудың жолдарын көрсеттік, иә? Ал енді қандай креатив жасамау керектігін қандай білеміз. То есть, мысалға, сіз бір баннер дайындадыңыз, ол өте ма, өтпей ма, ол дұрыс па, дұрыс емес па, соны қайдан білеміз. И одан кейін алдағы уақытта мынандай рекламаны жасамау керек деген секілді форматты қайдан білуге болады. Арнайы телеграм каналы бар, ол зашкваркетинг деп аталады. Бұл каналда именно неудачный маркетинговый ходтар көрсетіледі. То есть реально ол кәсіпке кесірін тигізген офферлер, кесірін тигізген копирайтингтер, кесірін тигізген баннерлер, вот соның барлығын осы каналда не істеп отырады, айтып отырады, салып отырады. Және де бір жағынан бұл жерде тоже сол жердегі баннерлерді, суреттерді әзір ретінде қолдансаңыздар әбден болады. Бірақ бұл каналдың ішінен сіздер қандай мақсатпен кірулеріңіз керек, қандай мақсатпен қадағалап отыруыңыз керек. Сол жерде шығып жатқан рекламалар енді барлығы бір 90%, 90-95% именно жасамау, осындай нәрсені жасамау керек деген идеяны алып келеді. Одан кейін қалған бір 5%, 10% реклама ол жерде тоже именно кәдімгідей өте мықты өткен рекламаларды да арасында салып отырады. Бұл жердегі основной идея, бұл жерде сіз мынандай нәрсені жасамау керек клиентке, немесе алда өзіңіздің кәсібіңізді ашып қалуыңыз мүмкін. Осындай ходты қолданбауым керек, себебі ол менің кәсібіме, ол клиенттің кәсібіне кері әсерін тигізеді деген ұстанымда ғана осы каналда сіздер өздеріңізге пайдалы ақпарат ала аласыздар. Осымен бұл соңы, және де сіздерге өте қатты көмектеседі деген ойдамын, және де мен берген бұл информациялар реально, например, мына телеграм каналдардың барлығы жалпы бүкіл топ маркетологтар, топ таргетологтар, СНГ-ның таргетологтары барлығы осы каналдарда отыр, каналдарды қарап отырады, и әрқайсында прям өте мықты, 10 мың, 30 мың, 20 мың подписчиктен бар. И ол жерде уже понятно, что телеграм каналдың өзінде мынандай именно маркетингке қызығатын адамдар жинап отырады, жинайтын, мысалы, 30 мың маркетологты жинап отыратын каналдар болса, сәйкесінше ол жерде просто так нәрсе айтылмайды. Сол себепті сіздерге осы каналдарға тіркеліп, үнемі қадағалап отырып, сол жерден идея алып қолданасыздар деген үміттемін, және де сіздерде рекламаларыңыз өте мықты жасалып шығады деген ойдамын. Және де осы жердегі рекламаларды көре отырып, сіздер конкуренттерден уже ерекшелене бастайсыздар. То есть конкуренттер там қарапайым бір өзінің бұрынғы офферін 1 ай, 2 ай бойы қолданып жүрген болса, сіз мына жақтан басқа бір идея алып келіп, просто номер 1 боласыз. Сол салада номер 1 қылып жібере аласыз. Мысалы, CTR-ды 3%, 5%, 10%-ке жеткізуге әбден мүмкін. Осы жақында менің бір шәкіртім, менторствоға қатысқан жігіт,
CTR-ды 7%, 7%, 8%ке жеткізді. Бұрын вообще таргеттен вообще хабары жоқ жігіт просто алды да, именно мен айтқан бойынша там аудиторияны белгілеп, одан кейін баннерді үйтіп жасап, идеяны алып, мысалы мен оған примерно идеяны айттым, осылай жаса деп. Вот сол арқылы уже ол 7% CTR жасап берді. То есть клиентіне 7% CTR жасап берді. И мен ол идеяларды қайдан алдым? Әрине осы каналдардан алдым. Сол себепті міндетті түрде тіркеліп алыңыздар.